Біз үнемі істерімізді бүгін істеуге ерініп, ертеңге қалдырып жатамыз. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ жалқаулық жар бермей, барлық жоспарларымызды орындауға кедергі келтіріп жатса не істейміз? Біз бүгін жалқаулықты жеңетін ең жақсы әдістер туралы айтатын боламыз. Адамдардың көбі уақыттарын кофе, шай демдеумен, поштасын тексерумен, әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды оқумен, сүйікті сайтындағы жаңа киім топтамаларын тамашалаумен және сол сияқты маңызды емес істермен бекерге өткізеді. Мұндай істермен айналысқан кезде жұмысқа бөлінген алтын уақыттың қалай зыр етіп өте шыққанын байқамай да қаласыз. Сондықтан мұндай ұсақ-түйек істерге алданбай, бар зейініңізді жұмысқа шоғырландырыңыз. Ісіңіз жылдам әрі табысты жүрсін десеңіз, онда ойға алған мақсаттарыңыздың бәрін тізімдеп жазып қойыңыз. Алдағы уақытқа жұмыс жоспарын жасаңыз. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар құрыңыз. Есіңізде болсын, үлкен істерді бірнеше кезеңге бөліп қою керек. Осылайша ойлануға және демалуға уақыт таба аласыз. Еңбегіңіздің мәні туралы еске түсіретін бір нәрсе жасаңыз. Мысалы, мақсатыңыз автокөлік сатып алу болсын. Оның қандай болу керек екенін анықтап, суретін компьютердің немесе телефонның жұмыс үстеліне орналастырып қойыңыз. Өз жұмысыңызды не үшін атқарып жүргеніңізді ескертіп тұратын ескертулерді басып шығарыңыз. Сондай-ақ ұлы адамдардың мақсаттар мен армандар туралы қанатты сөздері жазылған және мотивациялық кітаптарды сатып алыңыз немесе интернеттен оқыңыз. Бойыңыз босаңси бастағанда дереу сол кітаптарды оқыңыз. Қанатты сөздердің барлығы сізді міндетті түрде шабыттандырады. Тәуліктің 8 сағатын ұйқыға жұмсаңыз. Ал оянған сәтте төсектен бірден тұрып кетпей, бірнеше минут керіліп созылып, жаңа күніңіз туралы ойланыңыз. Таңғы жаттығу жасауға ерінбеңіз. 5 минуттық жеңіл жаттығулардың өзі күні бойы сергек жүруге көмектеседі. Ыстық суық суды кезектестіріп душқа түсу ағзаны оятып, оған күш-қуат берудің ең жақсы әдісі. Таңғы ас күннің жақсы басталуының кепілі. Ол жеңіл болу керек. Таңғы асқа сүзбе, астық дақылдары, жемістер, ботқа және шырын жеткілікті болады. Уақытты жоспарлау өнері бос уақытыңызды бір шынаяқ кофе ішуге де үнемдей алады. Біз қазір уақыт жетпей қалды деген түсінікке орын жоқ заманда өмір сүріп жатырмыз. Кейде берілген жұмыс көлемін бір сағатта немесе бір күнде орындау мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Сонда бізге көмекке тайм-менеджмент келеді. Өз міндеттерімізді орындау арқылы біз мақсаттарымызға, армандарымызға күн сайын жақындай береміз. Жалқаулық жақсы әдет емес. Өзіңізге бір шарт қойыңыз. Мысалы, егер жоспардағы істі атқара алсам, өзіме әдемі көйлек аламын. Сыйлық көлемі атқарылған іске байланысты. Сондықтан бәрі өз қолыңызда. Жұмыс арасында үзіліс жасап тұрыңыз. 20-30 минут жұмыс істегеннен кейін 5 минут тыныштықта отырыңыз, немесе таза ауамен тыныстап келіңіз. Осындай үзілістен кейін істеген ісіңізді тыныққан мимен дұрыс бағалай аласыз. Жалқаулықты бас көтермей тұрып жеңіп тастаңыз. Ең бастысы, мұның жалқаулық немесе басқа бір сырқаттың белгілері екенін дұрыс анықтап, қателеспеу керек. Әлсіздік пе, көңілсіздік пе, ұйқышылдық па? Егер сырқаттың осы аталған белгілері анық байқалмаса, онда бұл жалқаулық. Жалқаулық санамыз бен денемізді жаулап алмай тұрғанда, тез арада істі қолға алыңыз. Жалқаулығыңызды жеңу өз қолыңызда.